Баршаңызға сәлем, есімім Ақмарал. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді корндок дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: сүт, ұн, қопсытқыш, шекер, жұмыртқа, тұз және де шұжықшалар қажет болады. Ендеше корндогымызды бастаймыз. Сүтімізге бір дана жұмыртқамызды жарып, үстіне 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қопсытқыш және де 1 шай қасық шекерімізді салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Осы бейнені соңына дейін көріп, менімен бірге дайындаңыздар. Мінекей біркелкі масса болды. Енді осының үстіне електен өткізілген ұнымызды саламыз. Ұндарыңызды міндетті түрде електен өткізіп салыңыздар. Енді осы массаны біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Миксерлеріңіз бар болса, миксермен араластырсаңыздар да болады. Мінекей осындай қоюлықта болады. Енді бұны бір шетке қойып, шұжықшаларымызды теңде екіге бөліп алатын боламыз. Мінекей біздің шұжықшаларымыз дайын. Барлығын теңде екіге бөліп алдық. Енді осы стаканға дайындап қойған массамызды құятын боламыз. Шұжықшаларымызды осындай шпажкаге қадап аламыз. Егер шпажка жоқ болса, шұжықшаның өзін ғана пісірсе де болады. Мен өзіме осы шпажкаға қадап пісірген ыңғайлы болғандықтан осылай жасадым. Өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мінекей бірнеше рет көрсетіп жіберейін. Доғал жағын қадап жатырмын, үшкір жағын қадамаймын, жеген кезде ауызға кіріп кетпес үшін. Енді осы дайындаған шұжықшаларымызды массамызға батырып, қызып тұрған майымызға айналдыра отырып пісіріп аламыз қызарғанша. Мінекей біздің корндогымыз дайын. Баршаңызға ас болсын. Осы каналымда жаңа рецептермен бөлісемін. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.